Саламатсыздар ма? Сізде бүгін обучение ввод начальных остатков ТМЗ және ОС бойынша соны көрсететін боламын. Мекеме басталған кезде біздер бастапқы қалдықтарын саламыз. Бірінші январдан алатын болсақ, 1 январдағы ақша қаражатын саламыз және де ТМЗ мен основной средства болған жағдайда соларды көрсетеміз. Ол үшін бізде мына главныйдан ввод начальный остаток арқылы көрсетеміз. Біз мына жерде ақша қаражатын көрсеттік және басқа мекемеге жылдың басында бері жағы көрсетілген. Енді тауар материальный запастарды көрсету үшін 31.12.2023 арқылы создавать етеміз. Мына жерге товар материальный запасы дейміз. Источник финансирования бюджет немесе вне бюджет. Егерде тамақ ата-аналардың ақшасынан келетін платный услугадан болатын болса, соны көрсетеміз. Например, бюджеттен бізде көрсетейік. Мысалға бізде қандай товар болсын? 10 деп көрсетейік. 10. Мына жерге 10 дейміз, мына жерге ну дейміз. Мына жерге номенклатураның атын енгіземіз. Создать. Мысалға кез келген товар. Тазик тик. Тазик 16 литр. Резиновый. Единица измерения штук дейміз. Штук. Записать, закрыть. Водитель керек емес. Количество 2 штук. 2 жерге де қоямыз. И суммасы 5000 теңгеден общий 10.000 теңге. Осылай көрсетеміз. Тазик деп, сіз, например, ойыншық деп көрсетейік. Мына жерге создать. Игрушка, машинка дейік, например. Игрушка, машинка. Жерге штук. 3 штук. 6000 теңге дейік. Мына жерге де бұл бізде налоговый остатка. Екеуі бірдей болу керек. Вот провести етеміз. Провести етейік. Енді тағы товар көрсетіп керек. Енді бұл жолы вне бюджет немесе платный услуга тамақтарды. Біз енді обычно тамақтарды көрсетеміз. Кейде мына тамақтар үшін егерде үлкен мекеме болатын болса 13, 11, 13, 12 деген субсчеттар беруге болады. Номенклатура бізде мына жерге создавать етейік. Картоп дейік. Картоп. Мына жерге килограмм дейік. Килограмм. Картоп. 3 килограмм. 600 теңге. 3 килограмм. 600 теңге. Картоп. Мына жерге хлеб дейік. Создать хлеб. Осылай вот начальник салынады. Салынғаннан кейін біз материальный қалдықтарды қарау үшін біз мына жерге материальный ведомствоны ашып қараймыз. Вот мына жерге источник финансирования бюджет, вне бюджетті көрсетіп отыр. Бөліп қарауға болады мына жерден. Вот бюджет дегенде тек қана бюджеттің тауарларын көрсетіп тұр. Немесе вне бюджетті бөліп қарауға болады, немесе общий бәрін бір қосып қарасаңыздар болады. Вот мына жерде начальный остаток қанша, количество мен суммасы. Мына жерге енді приход, расход бойынша, приход ол поступление ТМЗ услуг бойынша түседі, а расходымыз списание ТМЗ арқылы жасалынады. Сондықтан да ескеріп кететін жағдай, егер источник финансирования әртүрлі ввод начальных,
приход жасаған кезде әртүрлі болатын болса, и списание тмз кезде де міндетті түрде әртүрлі источник финансирования арқылы жасау керек. Бюджеттің нелерін бюджетпен, вне бюджетпен әйтпесе мына жерден өтпейтін болады. Қай счет не материальный ведомстводан қарап отырып списать етесіздер. Бұны біз алдыңғы сабақтары көрсеттік. Енді біз вот начальных ойысты салу үшін, ол енді күрделілеу. Оны біз главный вот начальный остаток ойыс арқылы істеуге болады. Немесе ойыс янмадан вот начальный остаток ойыс жасауға болады. Қате емес, екеуі бір құжат, тек екі жерде тұр. Осында создавать етеміз. Датасын 23 деп қоямыз. Мына жерге бухучет дейміз, мына жерге ну дейміз. Источник финансирования бюджет дейміз бізде, барлық ойыс бюджетте подразделение основной. Добавить етеміз. Мына жерде мынандай неге шығып кетеді, оны жауып тастап, записать етіп, добавить етсеңіздер болады. Оны кетіре тұрып, қайттан добавить етеміз. Бұл жерге создавать етіп аламыз. Егер сіздерде ойыс көп болатын болса, счеттарды бөліп жазуға болады. 24-11, 12, 24-11 земля, 24-12 здание, 24-13 машина оборудование, 24-14 көлік деген сияқты. Егерде 500-600 ойыс болатын болып, например, сондай болатын болса, сөйтіп істеуге болады. Немесе шағындау мекеме болсаңыз, шағындау садик, дом культуры, ветстанция, 100-ге жетер-жетпес ойыс болатын болса, барлығын 24-10 шотымен көрсетсеңіздер болады. Например, бізде мына жерге здание дейік. Здание. Біз бұл жерге тек қана названиесін жазамыз. Здание. Мына жерге инвентарный номерін, егер сізде мекемеде бекіткен инвентарный номер болса, соны көрсетсеңіздер болады. Немесе аденес автоматом 001 деп шығаратын болады. Мына жерге дата принятия. Бұл зданияның келген уақытын көрсетсеңіздер болады. 10.05.2012, например. Событие принятия. Создать новый событие. Вот начальник, вот принятие к учету, поступление. Деп қойсаңыздар болады. Комментарий қажет емес. Принятие к учету, название документа, мына жерге акт дейміз, номер документа баны дейміз, бұл соны көрсетеміз. Енді первоначальный стоимость, текущий стоимостьқа біз бірдей сумманы қоямыз. Айденесте солай бекітілген. 25 миллион алғашқы суммасы, первоначальный стоимости. Сосын мына жерге накопленный амортизациясы, бұл 2012-ден бері амортизация ұшырады. Егерде біздер 7%, бізде енді 7% годовой амортизация нелерде 7%, ол бізде 171 ай болады. 171 ай 6 айдан бастап есептегенде 11 жыл 6 ай болады. 11 жыл 6 ай, ол бізде 138 айға амортизация ұшырады. 25 миллионы бөлем 138-ге. Бұл айына 181.159 көбейтілген. 25 миллионды бөлеміз 171-ге, көбейтеміз 138-ге. Жиналған амортизациясы бұл 20.175.439 теңге. 8-де 6 деп немесе осылай қойғады. Вот манағы айтқан 24, 10, 11, 12-ні осы жерге қоясыздар. Счет амортизация, материально ответственное лицо заведующий немесе жауапты адам, соны көрсетесіздер. Мына жерге линейный способ отсрок от процента, қате емес. Әлі амортизация бітпеген болса мына жерге галочка қойылады. Способ отражениеге мына жерден біреу создавать етіп аласыздар, амортизация деп. Одан кейін барлық ойыске соны көрсетесіздер. Добавить мына жерге 72.10, мына жерге амортизация ФА болады, подразделение основной қойсаңыздар болады и программа МБ. Осыны выбрать етіп көрсетеміз. Стоимость для вычисления амортизацияға
Жаңағы 25 миллион тұру керек. Ликвидитетный стоимость керек емес. Біз мына жерге срок полезный, вот мына жерге біз срок полезный использование қоюымыз керек. Бұл бізде 171 ай дейміз. Сол кезде мына жерге 7% көрсетеді автоматын. Бізде 171 ровно келмегесін. Солай шығарып тұр. 25 миллион 171 ай 7%. Мына жерге график амортизацияға линейный дегенді қоямыз. Жоқ болса бір создавать етіп аламыз. Линейный равномерно по месяцам. Равномерно по месяцам. Мына жерге барлығына 1. Осылай қойып аламыз. Выбрать етіп 29-33 тұра берсін. Қате емес. Вот мына жерде является фиксированный активный галочка болу керек. Реквизит налоговый учетыға біз мына жерден төртеуін таңдаймыз, қай категория келетін. Бұл сотый форманың екінші предложениесін тапсыру үшін қажетті информация. Бұл бізде здание болғандықтан здание, компьютер, машина оборудование және басқалар. Біз бұл жерде здание, текущий стоимосттан біз жаңағы 20 миллионнан 25 миллионды алып тастап, текущий стоимосты қойымыз керек 4 миллион 824 мың 561-де 4 теңге. Сосын мына жерге имущественный налог, транспорт налог, земельный налогқа қатысты галочканы қоямыз. Движение активқа код строки формы 5 дейміз. Вот осылай қойып записать етеміз, провести етеміз. Вот проведем болды. Бұл салған OS-тың данын қарау үшін біз OS и NMA-дан ведомство амортизация сформировать етіп қараймыз. Вот 25 миллион кімнің атында. Вот амортизация мынандай, остаточный стоимості мынау. Вот осылай шығады. Тағы да бір OS-ті добавить етейік, например, компьютер. Создать. Бұл жерге тек названиесін қоямыз. Компьютер. Компьютер 2410 бірдене қойып тастасаңыздар болады. Мына жерге 18 жыл келдік. 2018-де келдік деп қояйық. Бірнетік учеті тура сол жаңағыдай болады. Акт Б бөлінген N. Мына жерге 150 мың дейік. Және бұның амортизациясы бұлардың 4 жыл 25% болады. Бұл бізде 18 жылдан бері қарай уже амортизациясы бітті. 48 ай бізде 25% несі. Самый қолай деп қоя берек. Егер әртүрлі материал ответственности болса, әртүрлі мол қойсаңыздар болады. Мына галочканы алып тастаймыз, өйткені бұл бізде начислить амортизация керек емес, уже бітті бұда. Стоимость для вычисления бұған енді қойсаңыздар да болады 150 мың деп, қоймасаңыздар да болады, өйткені бұдан енді амортизация есептелмейді, но сол үшін керек мына жердегі сумма. Қоймасаңыздар да болады. Вот мынау өзі шығады 48%, 25%. Мына жерге тоже линейный деп қоямыз, бірақ біткен неге қоймасаңыздар да болады. Вот мынаған міндетті түрде қоямыз. Бұл енді компьютер программное обеспечение соны таңдаймыз. Мына жерге текущий стоимость бұдан 0 қойылмайды. Мынандай галочканы қоймаймыз, тек мына жерге код строки форма 5 дейміз. Вот осыларды қойып шығамыз. Мына жерге амортизация бітпеген болса таңдаймыз. Бұда енді біткен. Қоймасаңыздар да болады. Қойып қояйын, артық етпейді. Жақсы, провести еттік. Енді ведомство амортизацияны қайттан сформировать еткенде міне компьютеріміз шықты 150 мың, міне остаточный стоимость бұда 0. Осылай жүргізіледі. Енді бұл зданияның амортизациясын есептеу үшін бізде A1S'те автомат өзі есептейді. Біз жаңағы вот начальникте жаңағы айларын нелерін көрсеттік. Жалпы 171 ай, проценті 7% деген сияқты. Бұны өзі автомат есептейді. Бұл жерге дұрыс қойсаңыздар. Ол үшін амортизация есептеу үшін операцияға барамыз. И закрытие месяца кіреміз. Создать. Әр айға біз осылай создавать етуіміз керек. Например, 1 январь айы. OS бізде бюджет. Ең бірінші галочка қоямыз. Начисление амортизация. Оның ішінде OS және
НМА, нематериальный актив. Ондайды салатын болсаңдар, провести етеміз. Провести еткен кезде бізде амортизация есептеді. Міне дебет кредитте міне шықты амортизация проводкасы 145 мың есептеген. Ведомство амортизацияға кіріп, қайттан сформировать еткен кезде міне остаточная стоимость азайды, амортизация көбейді. Егер біз январдың 1-нен бастап қарайтын болсақ, вот январдың 1-нен болды. Январдың 1-не дейін осындай неде болды. Январда за период 145 мың теңге амортизация есептелінді. Январдың аяғында қандай остаточный стоимость болғаны. Закрытие месяцені әр ай сайын жасап тұруы керек. Амортизация есептеу үшін. Жалпы вот начальный остатков уез және товар бойынша осылай жасап отырасыздар. Егер де сізде 100 шақты, 200 шақты уез болатын болса, барлығына осылай салып шығу керек вот начальный остатков. Біз енді өз специалистеріміз жылдың басында осы данныйлар сұратып, біз специалистер салып шығады негізінде. Бірақ ол үшін дұрыс шаблон бойынша дұрыс данный берулеріңіз керек. Первоначальный стоимость, накопленная амортизация, процент амортизация қанша, 7%, 25%. Осы данныйлар көрсету керек. Остаточный стоимость фикси, жаңа не үшін налоговый учет үшін, жаңағы здание, компьютер екен таңдап көрсетілуі қажет. Компьютер қай жылғы компьютер екенін, названиесін, несін, характеристикасын толық жазып жіберу керек. Егер компьютер бірнеше болатын болса. Жалпы вот начальник бойынша қысқаша осылай. Сау болыңыздар.